өтісі деген сөз оқушылар. Деген сөз өкпенің, деген сөз тіршілік. Деген сөз сыйымдылығы деген сөз. Сыйымдылығы. Өкпенің тіршілік сыйымдылығын біз қысқаша өтісі деп айтамыз. Енді өкпенің тіршілік сыйымдылығы деген не? Бұл өкпенің маңызды көрсеткіштерінің бірі. Өкпенің тіршілік сыйымдылығын сіз қазір осы менімен отырған кезде де біле аласыз. Қараңызшы, өкпенің тіршілік сыйымдылығы. Көрдіңіздер ғой, сізге күлкілі болуы мүмкін әрине, бірақ тыныс алдыңыз, тыныс шығардыңыз. Сонда ең терең тыныс алғаннан кейінгі шығарылған ауаның ең көп мөлшерін біз өкпенің тіршілік сыйымдылығы деп айтамыз. Немесе сіз бар күшіңізбен ішіңізге ауаны толтырып, соны шардың ішіне үрлейтін болсаңыз, сіз өзіңіздің өкпеңіздің тіршілік сыйымдылығын білсеңіз болады. Негізі өкпенің тіршілік сыйымдылығы неғұрлым жоғары мәнге ие болса, соғұрлым жақсы. Енді мына жерде спирометр деген сөз тұр, сіздерге таныс емес сөз болуы мүмкін, немесе бұрында 8-ші сыныпта естігенсіздер. Спирометр деген мынау құрал, аспап. Яғни өкпенің тіршілік сыйымдылығын біз спирометр деген құрал арқылы есептейді екенбіз. Оны қалай есептейсіздер? Сонда бар күштеріңізбен ауа ішіңізге жинап аласыз. Сөйтесіздер да мұрныңызды бітеп тұрып, мына неге аспапқа үрлейсіз, сол кезде сіздерге өкпеңіздің тіршілік сыйымдылығын сантиметр кубпен немесе миллилитрмен өлшеп береді сіздерге оқушылар. Енді қараңыз, жалпы адамның өкпесінің тіршілік сыйымдылығы, банкі, 3 литр банкі дейтін болсаң, сол 3 литр банкінің ішіне неше ауа кетеді, сол адамның өкпесінің тіршілік сыйымдылығы. Шамамен айтқан кезде. Дегенмен де біз ерлер және әйелдер деп бөлеміз әрине. Өйткені ерлердің жаңағы выносливость деп айтамыз ғой, төзімділігі қашанда жоғары болған. Сондықтан да ер адамдардың өкпесінің тіршілік сыйымдылығы 3,5 литр шамамен, ерлердікі, ал әйел адамдардікі шамамен 2,7 литр. Мынау миллилитр, литр. Енді қараңыздар оқушылар. Ол екеуінің ортасын алатын болсақ, осындай мәнге ие болады оқушылар. Енді қараңыз, сол өкпенің тіршілік сыйымдылығы спортшыларда өте жоғары болады екен. Тіпті спортшыларда 6-7,5 литрге дейін барады екен. Ал бұрынғы, мысалға, осыдан 50 жыл бұрын, 100 жыл бұрын адамдарда дейді, өкпесінің тіршілік сыйымдылығы 5 литрге дейін болған көрінеді. Олар спортпен айналыспаса да. Неге десеңіздер, мысалға, қазір бізде ғылыми техникалық революцияға байланысты көп нәрсе жеңілдеткен, қолмен кір жумаймыз, пеш жақпаймыз, отын тасымаймыз, суды фляктап тасымаймыз. Оның барлығын бізге посудомоечный машина жуып береді, тағы не, кірімізді кір машина жуып береді, тіпті робот пылесостарымыз бар деген сияқты. Сонда адамның неғұрлым жаңағы күнделікті тіршілік тұрмысы жеңілдеген сайын, соғұрлым біздің денсаулығымыздың кері кетіп баратындығына мән бере бермейміз. Енді қараңыз, жалпы осы өкпенің тіршілік сыйымдылығын құрайтын мынандай мәндер бар екен, и осы мәндерді сіздерден сұрайтын болады. Тыныс алу көлемі қысқаша ТАК деп айтуға болады. Тыныс алу көлемі. Тыныс алу көлемі оқушылар ол 500 сантиметр кубты құрайды. 500 сантиметр куб. Осыны алсаңыздар болады. Енді қараңыздар, оқушылар, тыныс алу көлемі деген не? Сіз қалыпты жағдайда ешқандай жүрусіз, мысалға, қазір мен сіздерге сабақ түсіндіріп отырып, тыныс алып отырмын. Сіздер мені тыңдау арқылы тыныс алып отырсыздар, отжимание жасап жатқан жоқсыздар, жүгіріп келген жоқсыз, Қалыпты жағдайда тыныс алып, тыныс шығаратын болсақ, қалыпты жағдайда тыныс алу және шығару. Бұл бізде 500 сантиметр кубты құрайды. Тыныс алу және шығару. Тыныс алу көлемі 500 сантиметр куб. Соны ұмытпаңыздар, оқушылар. Енді ары қарай кеттік. Қосымша көлем. Қосымша көлем деген қараңыз. Қосымша көлем, сіз қалыпты жағдайда тыныс аласыз. Міне. Қалыпты жағдайда тыныс алады. Енді тыныс шығармай жатып, тағы да терең тыныс аласыз. Істей аласыз оны, қараңызшы. Көрдіңіз бе? Міне.
тыныс алдыңыз, тыныс шығармай жатып тағы терең тыныс алдыңыз. Ол қандай кезде жақсы получается, қараңыздар, быт-шыт болып жылайсыңдар ғой деп, ентігіп бір зорығып біреуге қиналып ашуланып жылаған кезде, кішкентай кезде жылаушы едік қой, конфет бермей қойдың, анаған жібермей қойдың, мынаған жібермей қойдың деген сияқты. Вот қараңыздар, соны есіңізге түсіріңіздер. Бірақ ол қосымша көлем деп тұрған жоқпын мен сіздерге. Қосымша көлем тыныс алып, терең тыныс алып, қараңыздар, тыныс аласыздар, одан кейін тыныс шығармай жатып тағы да терең тыныс алатын болсаңыздар, онда ол қосымша көлем. Бұндай кез тыныс алу көлемінен қарағанда біз 3 есе артық ауаны жұтады екенбіз. Бұл 1500 сантиметр куб. Ары қарай кеттік. Немесе не деп айтуға болады? 1,5 литр, мынау 0,5 литр болады, сәйкесінше. Енді қараңыз, қордағы көлем. Бұл қосымша көлемге кері екеу. Қараңыз, тыныс шығарасыз, тыныс алмай жатып тағы да терең тыныс шығарасыз, Бұл кішкене оқушылар қиындау. Бұл қандай кезбен ассоциация жасауға болады десеңіз, мысалға үйде жүріп, үй жинап жүріп, ыдыс жуып жүріп, бір өлең айтып кетіп бара жатсыз, деп өлең айтып бара жатасыз да. Бір кезде не істеп қалады? Дыханияңыз бітіп қалады, болды, ары қарай даусыңыз жетпейді сіздің. Өйткені біз тыныс алу жаттығуларын жасамағанбыз ары қарай, Қордағы көлем. Сонда қордағы көлем негізі 1,5 деп толық айта алмаймын. Бұл көбінесе қордағы көлем 1,2 литр. Сонда 1200 сантиметр куб болу керек. Осыны құрайды. Қордағы көлем сонда тыныс шығарып, тыныс шығармай жатып, тыныс алмай жатып, тағы да терең тыныс шығаратын болсаңыз, онда қордағы көлем деп айтамыз. Енді қосымша көлем мен қордағы көлем екеуі бір-біріне қарама-қарсы болса, онда қордағы көлем неге 1,5 болмайды десеңіз, біз қаншалықты барынша тыныс шығарып тастадық десек те, бәрібір бізде өкпемізде сондай ауа қалады. Енді қараңыз, қалдық көлем деген сөз, қалдық ауа көлемі, бұл енді Құдай сақтасын, сіздер мен біздерде жоқ дәл қазір, өйткені мен сізге сабақ түсіндіріп отырмын, сіз менің сабағымды тыңдап отырсыз, барлығымыз Құдайға шүкір тіріміз. Сонда қалдық ауа көлемі дегеніміз, оқушылар, бұл адам өлгеннен кейін, өкпесінде қалатын көлем. Өкпедегі ауа көлемі. Ауа көлемін біз не деп айтады екенбіз? Қалдық ауа көлемі деп айтады екенбіз, және ол 1 литрді құрайды. И ол мына өкпенің тіршілік сыйымдылығын құрамайды, өкпенің тіршілік сыйымдылығын осылар құрайды. Сонда барлығын қосқан кезде, шамамен біз айтқан бағанағы 3500 сантиметр куб немесе 3,5 литр ауамыз оқушылар шығады екен.